Сәлеметсіздер ме, құрметті 10-шы сынып оқушылары, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз қоғамдық гуманитарлық бағытқа арналған бөлім бойынша жиынтық бағалауға арналған БЖБ тапсырмаларын орындайтын боламыз. Ең алдымен арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізде бөлім заттардың тасымалдануы таралуына жиынтық бағалау. Екінші тоқсанға арналған БЖБ 1 тапсырмалары. Тапсырманы орындайық. Кестені толтырыңыз деп бізге берілген екен. Беттік аудан көлем, беттік ауданның көлемге қатынасы деп осындай бізге берілген екен. Жоғарыдағы кестені толтырыңыз. Мөлшері бойынша төмендегі ағзаларды кестедегі ақпаратпен сәйкестендіріңіз. Қоян, жалпы бізде амеба, құрт қоян, қасқыр осылар көрсетілген екен. Бізде енді төменге жазып кеткен болатынмын. Біріншісі бұл бізде 6 сантиметрде 2, 24 сантиметр, 54, 96 сантиметр көлемдерде көрсетілген. Беттік ауданның көлемге қатынасы осы жерге көрсетілген. 24-ті 2-ге бөлген, сол кезде бізде 12, 54-ті 3-ге бөлеміз, сонда 18. 96-ны 4-ге бөлеміз, сонда бізде 24. Қасқыр бізде бірінші, екінші бұл қоян, үшінші құрт, төртінші амеба. Екінші тапсырма, бірінші суреттегі диаграммаға назар аударыңыз деп бізге берілген екен. Тасымалдау түрлерін сипаттаңыз. Бізде пассив немесе енжар, актив немесе белсенді. Бұл тасымалдау түрлері. Үшінші тапсырма, екінші кестені толтырыңыз деген. Түрлері бар бізде пассив және де белсенді. Бұда қозғалысы бізде жылдам, ал бұда баяу. Энергия бұл ада қажет емес, ал бұда қажет. Төртінші тапсырма, үшінші суретте тасымалдау түрлері көрсетілген. Жасуша мембранасының сыртқы жағы деген. Тасымалдау түріне сипаттама беріңіз. Тасымалдау түрі бұл қарапайым диффузия, төмен молекулалы заттардың жасуша мембранасы арқылы энергия қажет етпей өтуі. Бесінші тапсырма, тасымалдау түріне қарағанда С тасымалдау түрінің айырмашылығын сипаттаңыз деп бізге берілген екен. С тасымалдау бұл белсенді тасымал, тасымалдаушы нәруыздар арқылы болады және АТФ энергиясын қажет етеді. Құрметті оқушылар, осымен біз толықтай тапсырманың барлығын орындадық. Бізде толық балл 17 балл. Осы 17 балдың толықтай 17 балын жинадық. Енді құрметті оқушылар, осы еңбегімізді бағалап, арнамызға тіркеліп, және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда бұның жаңа нұсқасын шығаратын боламыз. Биологиядан арналған жалпы екінші жаңа нұсқасы бар, сонда шығаратын боламыз. Біздің еңбегімізді бағалауды ұмытпаңыздар. Бүгінге осы. Сау болыңыздар.